Сәлем сұлулар, бүгінгі ауызашарға ұн қуырдақ тағамын бірге дайындап көрейік. Әдеттегіден өзгеше әдіспен жасап көрдім. Бұл тағамды бүгін осы әдісті сіздерге де ұсынатын боламын. Ендеше қызып тұрған майға ұсақтап туралған етімізді салып, артық сулары тартылғанша 5-6 минуттай қуырып аламыз. Артық суы тартыла бастағанда туралған пияз, татымына қарай тұз бұрыш салып, тағы да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Енді керегінше су құйып, отымыздың қызуын орташа етіп қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, етімізді бұқтырып пісіруге қалдырамыз. Қамырын дайындаймыз. Ұнға 1 жұмыртқа, тұз қосылған су құйып, қаттылау қамыр дайындап елейтін боламыз. Қамырыңызды иін қандырып, 5-10 минутқа қалдырыңыз. Содан соң 2-ге бөліп, тағы да қолыңызбен басып, жақсылап илеп, азғантай ұн сеуіп, жұқалау етіп, ұн қуырдағымның қамырын жазатын боламын. Менде осы